Қазақшасы жоқ. Қазақша аудармасы түсініксіз. Қазақтың төл әріптері дұрыс көрінбейді. Қазақша интерфейс қолданып көрмеген адамдардың осыған ұқсас сылтауын жиі естіген шығарсыз. Біз де естігенбіз. Осы видеода қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту үшін сылтау айтудың орнына қандай әрекет жасау керегін айтамыз. Сонымен, қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтетін 7 дағды. Ең алдымен, телефон интерфейсінің қазақшала. Қазір iPhone-да да, Android-да да қазақ тілі бар. Ал қазақшасы көңіліңнен шықпаса, қате сөзді белгілеп өндіруші компанияға жазып жіберуге болады. Әдетте олар жылдам өзгертуге бейім. Екінші, мобильді қосымшалардың қазақша интерфейсі болса, соған ауыстыр. Ол үшін кішкене баптауын шықып көру керек. Бірақ нәтижесі қазақ тілі үшін орасан зор. Үшіншісі, көшедегі қарапайым банкоматты қазақша қолданып баста. Туыстарыңды қазақшасын пайдалануға шақыр. Қазіргі банкоматтардың қазақшасы түсінікті әрі қарапайым. Төртінші дағды. Кафеде мәзірдің қазақшасын сұрау. Түсінеміз. Бұлай жасау қиын. Тіпті ұят та шығар. Бірақ қазақшасын сұрап бастасаң, үйрену оңай. Ал қазақша мәзірі болмай қалса, кафенің әкімшілігіне ескерту айтып кетуді ұмытпау керек. Артық агрессиясыз, жай ғана қазақшасында қосып қоюын сұрасаңыз жеткілікті. 5. Қызмет көрсететін жеке компанияға барғанда, кез келген қол қоятын қағаздың қазақша нұсқасын сұраңыз. 6. дағды. Тауар сатып алсаң да, қызмет тұтынсаң да, кері байланыс ретінде пікір жазуды әдетке айналдыр. Пікірін қазақша болса, тілдің қолданыс аясын кеңейткенің сол. Желідегі парақшаңды қазақша жүргіз. Сторис жариялайсың ба, пост жазасың ба, әлде рилс түсіріп жатсың ба. Қазақша болса, сені оянған қазақ деп беруге болады. Бұл тілдің қолданыс аясын кеңейтудің ең басты жолы. Қазақшасын қолданудан ұялмау керек. Басты ой осы. Айтпақшы, жүрген жеріңде сөз басын қазақша амандасудан бастасаң, бұл сенің қазақша сөйлесуге ниетті екеніңді білдіреді. Қазақ тілін қолдан. Қолданған тіл ғана бай болады.